Қазақ хандығы шаруашылықтың дамуы, өндіргіш күштердің өсуі, феодалдық қатынастардың қалыптасуы нәтижесінде ерте заманнан бері ұлан байтақ Орта Азияны мекендеген көшпенді тайпалардың бірыңғай этникалық топ құрған қазақ халқының бірігуі арқылы 15 ғасырдың орта шенінде құрылды. 1457 жылы Әбілқайыр хан Өз-Темір Тайшы бастаған ойраттардан Түркістан өңірінде жеңіліп қалды. Әбілқайыр өз ұлысында қатал тәртіп шараларын орнатуға кіріседі. Бұл халықтың оған деген өшпенділігін күшейтті. Оған қарсы күресті Жәнібек пен Керей басқарды. Қазақ хандығының құрылуына 1457 жылдан кейін Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ тайпаларын бастап, шығыс Дешті Қыпшақтан батыс Жетісу жеріндегі Шу мен Талас өңіріне қоныс аударуы мұрындық болды. Ол кезде Жетісуды билеген Моғолстан ханы Есенбұға қоныс аударған қазақтарды Әбілқайырға қарсы пайдалану үшін оларды құшақ жая қарсы алып қоныс берді. Осы оқиға жөнінде тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати Тарихи Рашиди атты еңбегінде былай дейді. Ол кезде Дешті Қыпшақты Әбілқайыр хан биледі. Ол жошы әулетінен шыққан сұлтандарға күн көрсетпеді. Нәтижесінде Жәнібек хан мен Керей Моғолстанға көшіп барды. Есенбұға хан оларды құшақ жая қарсы алып, Моғолстанның батыс шегіндегі Шу мен Қозыбас аймақтарын берді. Олар барып орналасқан соң, Әбілқайыр хан дүние салды да, Өзбек ұлысының шаңырағы шайқалды. Ірі шиеленістер басталды. Оның үлкен бөлігі Керей хан мен Жәнібек ханға көшіп кетті. Сөйтіп олардың маңына жиналғандардың саны 200 мыңға жетті. Оларды өзбектер қазақтар деп атады. Қазақ сұлтандары 870 жылдары, 1465-1466 жылдары билік жүргізе бастады. Жетісу рулар мен тайпалар және мемлекет бірлестігінің орталығына айналды. Олардың саны 200 мың адамға жетті. Жәнібек Қазақ хандығының тұңғыш шаңырағын көтерген Барақ ханның ұлы, ал Керей оның ағасы Болат ханның баласы еді. Қазақтың алғашқы ханы болып Керей жарияланды. 1458-1473 жылдары. Одан кейін Қазақ ханы болып Жәнібек сайланды. 1473-1480 жылдары. Қазақ хандығының территориясы әлде қайда кеңейді. Оған жан жақтан қазақ тайпалары келіп қосылып жатты.